Сәлем баршаңа, құрметті оқушылар қауымы. Қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге біз жалпы соңғы тесттарда өте жиі кездесіп жүрген қызықты бір графикалық есепті талдайтын боламыз. Кеттік. Суретте бір қалыпты қозғалатын екі дененің бір және екі қозғалыс графиктері берілген. Олардың жылдамдықтарының қатынасы v1 бөлу v2 мен kesетін орынның координатасын табыңыздар деп айтқан екен бізге. Яғни қарайық. Мынау бізде бірінші дененің қозғалысы берілген мына жерде. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, мына нүктеден бастап мына нүктеге дейін ол жүрген. Ол бірінші дене. Екінші дененің қозғалыс графигі мына нүктеден мына нүктеге дейін жүрген. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді бізге не дейді жалпы? Бұлардың бөлек-бөлек жылдамдықтарын табайық дейді. Қарайық. Мысалға бірінші дене үшін жазып көрейік. Мына бірінші дене үшін деп жазайық. Так, нөлдік деңгейден бастап так, жүрген 20 метрге дейін жүрген ол. Көріп тұрсыздар, иә? Мінекей нөл деген координатада тұрды, жүрді, қай координатаға дейін барды? Міне x метр деп тұр мына жерде, 20-ға дейін барған. Яғни бұл бірінші дене 20 метр жол жүрді. Қанша уақытта жүрді? Оны біз астында графиктен байқаймыз. Мінекей уақыт бұл 4 секундта жүрген. Уақыты 4 секунд. Енді осы жерін біз жылдамдығын табайық. V тең S бөлінген T равно 20 бөлінген 4 тең болады бізде 5 метр секунд. Мінекей. Бірінші дененің жылдамдығы 5 метр секунд болды. Енді екінші дененің жылдамдығын есептейік. Екінші дене деп қойық мына жерге. Так, екінші дене. Бұның бастапқы нүктесі бізде қаншаны көрсетіп тұр? Бұл уже мінекей көріп тұрғандарыңыздай 5-ті көрсетіп тұр. Яғни бұл 5 деген нүктеден бастап жүрді дейді. Қаншаға дейін жүрді? 20-ға дейін жүрді. То же самое, екеуі 20 деген жерде kesті. Бірақ уже бұның, получается, жүріп өткен жолы уже 20 метр болмайды, бұныңқы 15 метр болады. Өйткені ол 5-тен бастап 20-ға дейін жүрді. Ал анау где-то мына жерлерден бастап көрдік па? 0-ден бастап 20-ға дейін жүрді, анау 5-тен бастап 20-ға дейін жүрді деген сөз. Қанша уақыт кетті бізде? Бізде 4 секунд уақыт кетті дейді. Дәл осы жерден то же самое жылдамдығын дәл сол формуланы қолданамыз. 15 бөлінген 4 болады. Равняется 15 4-ке бөлетін болса, где-то бізде 375 деген сан шығады. 375 метр бөлінген секунд. Енді не бізге? Бірінші менен екінші дененің жылдамдықтарын қатынасы сұрап тұр. Все, кеттік. Мына жерге жазылайық. V1 бөлінген V2 тең болады. V1 бізде 5, бөлеміз осыны V2 бізде 375. 5-ті 375-ке бөлетін болсақ, 1,33 деген санның шығатыны айдан анық, күннен жарық деп қойық. Сонда 1,33 және 20 метр деген жауап ол бізде Е вариантында тұр екен. Бүгінге есеп осы, түсінікті деген ойда, мынандай графикпен келген кезде түсініктірек болу үшін осылай бір сызық сызсаңыздар, мінекей өте ыңғайлы болады. Біріншіден 0-ден бастап жүрген, ал екінші дене уже где-то мына жерлерден бастап жүрген деген сөз, міне. Андай болады ғой бір, ініңмен жүгіріп жарысың жатасың, інің айтасың, сен алды қарай тұр сәл деп ше. Сен сәл артта тұрасың да. Типа сол сияқты. Ол 5-те тұр, сен 0-де тұрсың. Бірақ екеуі бірдей уақытта 20 деген жерге жетеді. Значит, ол бірінші дененің жылдамдығы әрине не болу керек, көп болу керек деген сөз. Өйткені ол ұзақ жолды 4 секундта жетті. Анау 15 метр аз жолды тоже 4 секундта жетті деген сөз. Значит, ол жай жүгірді, анау қаттырақ жүгірді. Сөйтті тура 20 метр деген жерде қуып жетіп алды деген сөз. Ары қарай уже қозғалатын болса, 1 деген номер уже алдыға қарай шығып кететіні анық. Жалпы бүгінге сабағымыз осы. Келесі сабақта кездескенше, жүздескенше міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Кездескенше.